Балалар, бүгін дүниетану сабағынан ашық сабақ өтеміз. Ашық сабағымыздың тақырыбын экранға назар аударыңыздар. Сабақтың тақырыбы батырлар отанымыздың қорғаны, билер ұлы даланың даналары. Оқу мақсаты: тарихи мысалдар негізінде хандар, батырлар мен билердің рөлін түсіндіру. Сабақ мақсаты: тарихи мысалдар негізінде хандар, батырлар, билердің рөлін түсіне отырып, жоңғарлармен шайқас жүріп жатқан бейнелейтін суреттерге қаруланған батырларды сипаттама береміз. Батырлардың өмір жолымен танысып, олардың тағдырларында қандай ұқсастықтар, қандай айырмашылықтар бар екенін қорытынды шығарамыз. Және билердің тарихтағы рөлдері туралы талқылаймыз. Пікірлерімізді бөлісеміз. Экранда кімдердің суреттері бейнеленген? Тамаша. Бұл батырлардың есімдерін маған айта қойшы, Дияр айта қой. Қабанбай батыр. Рахмет. Аяу. Бөгенбай батыр. Тамаша. Мөлдір. Наурызбай батыр. Қанеке, дұрыс екен жауабымыз? Дұрыс екен, тамаша. Яғни Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай жайлы бүгінгі сабағымызда осы батырлар жайлы мағлұмат алады екенбіз балалар. Бүгін мына видеоны көрмес бұрын сіздерге семантикалық үйлестірмелі қағаздарды тараттым келіп тұр. Бұл қағаздарға видео роликтен көрген мағлұматтарды орналастырасыздар. Әрбір батырдың ұяшығына қай жылы өмірге келген, қай жылы қайтыс болған және қай жерде ерлік жасаған, не себепті ерлік жасады, тиянақтап ойларыңды, осы ұяшықтарды толтыруларыңды тапсырамын. Батырларымыз туралы бейнебаянды тамашалайық. Қожағұлы Қаракерей Қабанбай хас батыр, бір туар қолбасшы, азан шақырып қойған есімі Ерасыл. Ол 1692 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданындағы Барлық тауында өмірге келіп, 1700 қолдарының қазанған. 16 жасар бала жау арасына жасырынған, ағасын өлтірген жоңғар батырын өлтіріп келе алған. 1717 жылы Айдос шайқасында, 1723 жылы Түркістан қорғанысына, 1726 жылы Бұланты шайқасына септігін тигізген. Бөгенбай батыр 1690 жылы Сырдарияның бір саласы Бөген өзенінің бойында туған. Түркістандағы хан ордасында өтті. Бөгенбай 1708 жылы алғаш жорыққа шығып, патшалық Ресейдің отаршыл саясатына қарсы шыққан башқұрттар көтерілісін қолдауға аттанды. Осы сапардан кейін Түркі батыр атанды. Содан жасы 80-ге жеткенше Естеріңде болса, өткен сабақта 3 батырға байланысты ақпарат жинап келіңдер деп тапсырған болатынмын. Бірінші топ Қабанбай батыр туралы мағлұмат айтасыңдар. Екінші топ Бөгенбай батыр туралы мағлұмат айтасыңдар. Үшінші топ Наурызбай батыр туралы мағлұмат айтасыңдар. Топтан кім мағлұмат жинап келді? Тамаша, келе ғой Дияра. Қабанбай Қожағұлұлы Қаракерей Қабанбай дарабоз батыр талантты қолбасшы, азан шақырып қойылған есім Ерасыл. Ол 1691 жыл қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданындағы Барлық туында өмірге келіп, 1770 жыл сонда дүние салған. Қабанбай Найман ішіндегі Қаракерей руының бас жігіт, тарамағының жасайтынын, жаугершілік пен жапқыншылықтың зарабын көріп өскен. Қабанбай бүкіл еліне, жұртына төнген зұлматтың қандай екенін бойына сіңіріп, сезініп өскен қазақ ұлдарының батырларының бірі. Ту көтеріп ел қорған сүйікті батырына халы Ерасыл, Нарбала, Іспазар, Қабанбай, хан батыр, дарабоз, көкірек, әулие деген ат есімдер
жарайсың нұрлан кет. Жауынгерлері арасында зор беделге ие болған. Сондықтан оны халық Қанжығалы Бөгенбай деп атап кеткен. Сырдария өзенінің жағасында дүниеге келген. Оның атасы Әлдекүн, әкесі Ақша Қанжығалы руы ішінде беделді адамдар болған. Ол сонымен қатар өнерлі адам болған. Ұсталық өнермен айналысып, соғыс қару-жарақтарын жасаған. Бойында ақындық, әдіскерлік өнері де болған. Әкесінің өнері баласына дарыған. Бала кезінен қазақ даласының шешендік өнерін бойына сіңіріп өскен. Ол жігіт жағында ауылдарға барып, ол арасындағы дауларды шешіп билердің. Жарайсың Нұржан. Отыра ғой. Рахмет. Тамаша. Келесі, үшінші топтан. Наурызбай батыр туралы мағлұмат жинақтайын. Мөлдір шыға. Наурызбай батыр 1706 жылы Жетісу жерінде Алатаудың баурайында дүниеге келген. Бұл кезде ірі талас Алатау мен Қаратау аралығында қазақ пен қырғыз жыраулары тәуелді еді. Батырдың көзін ашқаннан естігені батырлар туралы жырлар аңыз-әңгімелер болып теңдессіз бай рухани ортада өсті. Екінші жағынан елге үстемдігін жүргізген басқыншы жаудың зорлығы мен зомбылығын да көрді. Мұның өзі жүргенде оты құлшындарды тұлпары Керқұла, Алатай, Тарбағатай, Жетісу жерінде 1720 жылы жаудан тазартты. Елін жерін қорғау үшін. Рахмет. Жарайсың Мөлдір. Көп рахмет. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Жақсы мағлұмат жинап келген кезде. Осы мағлұматқа тағы батырлар туралы мағлұмат айта кетейін. Көшпелілер ержүрек, батыр, жауынгер, халық болған екен. Ел қорғауда асқан ерлігімен, батырлығымен жорықта ерлік көрсетіп, халық оларды батыр атаған екен. 18 ғасырда Қазақ хандығында жоңғарлар шабуыл жасады. Жау қазақтың кең тойтақ жерін, даласын өсіпті. Ол қазақтың жерін басып алып, құлдықтастағысы келді. Осындай сын сағатта қазақтың ер азаматтары, ер жүрек батырлары отаны мен елі, жер үшін, қорғау үшін жан кешті, күресті. Жауынгерлер, яғни өзінің жақсы айтып отырсыңдар. Қабанбай батыр туралы, Бөгенбай батыр туралы, Наурызбай батыр туралы көптеген мағлұматтар естідіңдер. Мұндай ауыр шайқастарды қазақтар жауды елден аластатып, өз жерлерінен қорғап қалды. Енді балалар, батырларымыз жауға жайдан жай шықпаған. Қолдарына, экранға назар аударайықшы. Қолдарына ұстаған қаруларын атап өтейік. Қанекей, көріп отырсыздар ма? Мына қару қалай аталады балалар? Тамаша. Келесі? Шоқпар. Дұрыс айтасыңдар. Келесі? Келесі? Міне, осы қаруларды батырларымыз, жауынгерлеріміз
Бөгенбай батыр туралы мағлұматты семантикалық картаға кім толтырды екен? Ерғазы, тамаша. Бөгенбай батырдың қырпалы тайбурау. 1680-1775 жылы туылған. Тамаша. Жүзден асқан шайқасқа қатысқан. Жақсы. Не себепті отанның жерін қорғау үшін? Тамаша. Рахмет, жарайсың. Енді үшінші топтан Наурызбай батыр туралы мағлұматты семантикалық картаға кім толтырды? Жақсы, тамаша. Жадырай ғой. Наурызбай батыр тұлпары Керқұла. Қашан 1176-1720 жылы туылған. Қай жерде? Жүзден аса шайқасқа қатысқан. Не себепті? Ерін жерін қорғау үшін. Тамаша. Рахмет, жарайсыңдар. Әрқайсыңа мынандай бағалау парағы ұсынылды. Бұл бағалау парағында алар біз ағашқа өрмелеу барысында төменнен жоғары қарай өрмелемейміз ба? Дәл сондай бірінші тапсырманы, яғни ағаштың төменгі жағындағы кез келген кейіпкерді бояйсыңдар. Бірінші тапсырманы орындау барысында. Яғни толыққанды бірінші тапсырманы аяқтадым. Екінші тапсырманы орындау барысында мына ортаңғы туындағы суреттегі кез келген түспен бояңыздар. Ал соңғы үшінші тапсырмада жоғарғы ағаштың жоғарғы деңгейіндегі кез келген адам бейнесіндегі суретті бояйсыздар. Сонда барлық тапсырманы орындау барысында біз ағаштың жоғарғы деңгейіне керекпіз. Ал енді жарайсыңдар балалар. Ал енді алттағы тапсырмаларды орындап болсақ, барлығымыз топтық жұмысқа назар аударыңыздар. Бұл жердің топтық жұмыстың дискрипторы суреттегі батырлардың бойындағы қасиеттерін табалады. Мына қима қағаздардың ішінде адамның бойына тән қасиеттер жазылып тұр. Осы тән қасиеттерді батырлардың бойынан біз бүгін көре алдық па? Бірінші топ Қабанбай батыр туралы жабыстырады постерге. Екінші топ Бөгенбай батыр туралы постерге жабыстырады. Үшінші топ Наурызбай батыр туралы постерге жабыстырады. Екінші қатарда, үшінші қатарда, сегізінші қатарда. Қабанбай батыр көшті, арыстан билетті, қаһарман қайсар бар. Дұрыс пе екен балалар? Келесі. Ерғазы келе ғой. Ерғазы. Бөгенбай батырда өнерлі, дана,
бойынша билер жайлы оқушылар мағлұмат біледі және нақыл сөзін жатқа айтады. Енді балалар, сөйлейді қайдарына назар аударыңыздар. Бұл жерде директоры билер жайлы мағлұмат біледі және нақыл сөздерді жатқа айтады. Қазақ тарихында билер маңызды рөл атқарған балалар. Қазақ билері ерте заманда соттың да тергеушінің де қызметін атқарған. Билер өздерінің бір ғана ауыз сөзімен небір шытырман дау-дамайлардың дұрыс шешімін таба білген. Өз әділдігімен елге танымал болған екен. Қазақтың атақты билері міне Төле би, Қазбек би, Әйтеке би жайлы сіздер әдебиет сабағында мағлұмат алғансыңдар. Енді кезекте балалар әдебиет сабағында жаттаған нақыл сөздеріңді айта қойыңыздар. Нақыл сөзі біліп айтқан сөзді құн жетпейді, тауып айтқан сөзді шын жетпейді. Өз білмесін білдерден үйреннен ешкені кетпейді. Тамаша, рахмет, жарайсың ата. Қазбек бидің нақыл сөзі. Адал болсаң досың жақын, еркелейтін немерен жақын. Рахмет, жарайсың. Нақыл сөзі. Құт беретін атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат, асқар тауым әкең қымбат. Рахмет, жарайсың. Рахмет, отыра қойың. Келесі. Әйтеке бидің нақыл сөздерін. Ашу бар жерде ақыл тумайды, ашу деген ағын су, алдың нашар атқарар, ақыл деген дәрігер, алдың тұсың торқырар. Жақсы, жарайсың. Бидің нақыл сөзі. Ағасы келсе ардақтап атын байлағандай, қонағы келсе құрметтеп жайлағандай. Әйтеке бидің нақыл сөзі. Кісіге бірге туыспау керек, туыспан сөз қуыспау керек, сөз қуысқан әліге жолығады, жол қуған олжаға жолығады. Жақсы, жарайсың Бексұлтан, тамаша. Ал енді балалар сабақтың қорытынды бөліміне де келіп жеттік. Бүгінгі сабақты микрофон әдісі арқылы қорытындылаймыз. Сендерге сұрақ қою арқылы жауап бересіңдер. Келістік бе балалар? Қабанбайдың бойындағы қасиеттерді атай қой. Күш. Қабанбайдың бойындағы. Қабандайдың бойындағы Қасиет. айтамын. Күш. Келесі, не жаға бер. Жігерлік. Қақарлық. Қақарлық. Ержүрек. Бөгенбайдың бойындағы қасиеттерді айта қой. Бойындағы қасиеттер. Бөгенбайдың бойындағы қасиеттер. Иә. Дара. Келесі. Иә, қасиеттер. Ұста. Ұста. Дана. Өнерлі. Ақын. Отаны жері жаудан қорғады, ұрпаққа мирас етіп оған байтақ жерін салдырды. Ол болып сақталғанымыз үшін, тәуелсіздік туып кеткеніміз үшін қазіргі ұрпақ біздер оларға қарыздармыз. Мен өз ата-бабамды, батырларымды, билерді мақтан тұтамын. Себебі батырларымыз осыншама жерді қасық-қаны қалғанша жаудан қорғаған. Ел игілігі үшін аянбай тер төккен. Билерді мақтан тұтамын. Балалар, бүгінгі үй тапсырмасы әртүрлі дерек көздерде өздерінің тұрғылықты жерде
қандай батырлар қан туралы мағлұмат дайындап келесіңдер. Жарай ма балалар? Рефлексия. Алдарыңыздағы ағаш бұтағының өрмелеу сатысында тапсырмаларды орындау барысындағы қима қағаздарыңызды бояп болыңыздар. Сол қима қағаздарыңызды бояп болсаңыздар, көрсетулеріңізді ұсынамын. Жарайсыңдар балалар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.